Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы 14-ші сабақ. Алдымен менің арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Балалар, бізде 14-ші сабақ 7 саны және цифрымен танысатын боламыз. Бірінші есептің тапсырмасын оқиық. Суретте қай заттар 7-ден бейнеленген? Суретке қараймыз. Мұғалімнің үстелінің үстінде компьютерде суретте бізде кемпір қосақ бейнеленген. Кемпір қосақ бізде 7 түстен тұрады. Одан кейін мұғалімнің үстелінің үстінде кітаптар саны бізде 7. Жоғарғы жақта гүлдерге қарасақ, гүлдердің саны да 7. Оқушыларының орындықтарының саны 7. Және оқушыларының столының үстіндегі кітаптар саны 5. Келесі бізде парталар 6. Енді бізге тапсырма беріп отыр, әр түрлі заттарды санап, оларды салыстыр дейді. Енді біз оң жақ шетіне көк неме белгіледім. Қараймыз, салыстыру. Мысалға, кітаптарды салыстырайық. Кітаптар мұғалімнің үстелінің үстінде 7, және партаны салыстырайық. 7 6-дан үлкен. Келесі бізде гүлдердің саны 7, және орындықтардың саны 7. Екеуі бір-біріне тең болады. Және оқушылардың үстелінің үстіндегі кітаптар саны 5, және ол бізде кемпір қосақ. Кемпір қосақта бізде 7 түс болады. Яғни 5 пен 7-ні салыстырамыз, 7 үлкен. Келесі бізде кітапхана аптаның 7-ші күні жұмыс істемейді. Ол күн қалай аталады? Балалар, аптаның 7-ші күні жексенбі демалыс болып саналады. Балалар, бізде келесі екінші есеп. Тапсырма бізде 7 санын қалай алғаныңды айт. Бұл жерде суретте бізде кітаптар. Қызыл түсте және көк түсте. Біріншіге қараймыз. Бірінші тұрған жерде бізде көк кітаптар саны қанша екен санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көк кітап 6, қосу және қызыл кітап бізде 1. Сонда біз жазамыз 6 қосу 1 тең болады 7. Келесі бізде көк кітаптар саны 1, 2, 3, 4, 5. Қызыл кітаптар саны 2. 5-ге қосамыз 2-ні тең болады 7. Келесі бізде үшінші қатарда көк кітаптар саны 1, 2, 3, 4. Қызыл кітаптар саны 3. 4 қосу 3 тең болады 7. Келесі көк кітаптар саны 1, 2, 3. Қызыл кітаптар саны 1, 2, 3, 4. Яғни балалар 3-ге 4-ті қосамыз тең болады 7. Келесі көк кітаптар саны 2. Қызыл кітаптар саны 5 тең болады 7. Соңғысы бізде көк кітап 1. Қызыл кітаптың саны балалар 6. Сонда 1-ге 6-ны қосқанда тең болады 7. Келесі бізде балалар номері 3-ші есеп. Тапсырма бізде көрсетілген сандар шығу үшін әр сөреге неше кітаптан қою керек. Яғни балалар бірінші сөреде бізде санап шықсақ 4 кітап бар. 6 болу үшін біз сөреге қанша кітап қоюымыз керек? 2 кітап қоюымыз керек. Сонда 4 кітапқа 2 кітапты қосқанда жауабы 6 болады. Келесі бізде екінші сөреде 1, 2, 3 кітап бар. Жауабы 4 кітап шығу үшін біз оған тағы 1 кітапты қосамыз. Сонда 3-ге 1-ті қосқанда балалар 4 болады. Астындағы сөреге қарайтын болсақ, барлығы 5 кітап болу керек. Ол жерде бізде 2 кітап бар. Яғни 5 болу үшін 2 кітапқа қосамыз 3 кітапты. Сонда 2-ге 3-ті қосқанда бізде 5 кітап шығады. Соңғы сөредегін қараймыз. Бізде бір ғана кітап тұр. Ол жерде 3 кітап болу үшін, яғни біз 1-ге қосамыз 2 кітапты. Сонда бізде барлығы 3 кітап болады. Бізде сабақ аяқталды, балалар. Менің арнама тіркеліп, жазылып қойыңдар. Күнделікті сабақтар шығып отыратын болады. Сау болыңдар.